Ассалаумағалейкум, Ғылымстан тележобасының көрермендері, бүгін еліміз үшін аса актуалды, өте маңызды тақырыпты талқылағалы отырмыз. Қазақстанда су көп, бірақ көпшілігі табиғи ластанған, химикаттармен былғанған, ал дәл іргемізде Телегей теңіз тұрса да, оны ауыз су ретінде қолдана алмай отырмыз. Бұл үлкен проблема. Осы мәселені шеше алатын жағдайға жеттік. Дәл қазір біздің студияда Нағима Орманбек қызы, Мұхтар Әуезов атындағы университеттің профессоры, эколог, химик. Нағима ханым, айтыңызшы, циолит минералы арқылы көптеген суды тұщыландыруға болады деген сіздің үлкен жобаңыз бар. Сол жобаңызды тарқатып айтып беріңізші. Циолиттің ішінде су бар. Оны егер біз сол ішіндегі порының ішіндегі суды шығарсақ, үлкен температурамен, оның орнына металдар, күміс, мырыш, сол металдарды ішіне кіргізсек, ол уже фильтр бактерияны жояды. Фильтр бактерияны су тазалау үшін уже пайдалануға болады ол циолит минералдарды. Нағима ханым, сіздер Жапониямен бірлесіп үлкен жобаны қолға алғандарыңызды естіп жатырмыз. Фукусима атом станциясының кесірінен былғанған теңізді тазалау дейді жоба. Соны тарқатып айтыңызшы. Фукусима атомная электростанция, солар миллиондап тонн заласандыру сулар бар. Оны тазалау үшін біздің жобамыз 3 мемлекет. Армения, Грузия, біздің Қазақстан 3 мемлекет үлкен жоба істеп жатырмыз. Ол жоба 3 жылға 23-ші, 24-25 жылы 3 жылға арналған. Бізге Япония $360 мың ақша беріп жатыр, оның Қазақстан $90 мың. Ол су тазалау үшін біз циолит фильтрлерді пайдаланамыз. Армения өздерін фильтр циолит, Қазақстан біздің циолит, и Грузия 3 түрі циолит. Японияға қандай пайдасы бар? Оларда су, сондай атомный электростанциядан су көп, сосын оларда циолиттер көп. Біз оларда 3 технология көрсетеміз, қайсы оларға дұрыс болады, олар өздері таңдайды. 3 жыл біткеннен кейін олар, мына Қазақстандық циолит бар, Арменияныкі, Грузияныкі бар. Оларда Японияда өзінде 3 түрлі бар. Қайсы дұрыс көрсетеді технологияны, сол технологияны олар өздеріне алады. А біз 3 жылда оларға соны көрсетіп, результаттарын беруіміз керек та 3 жылда. Сонда циолит минералы тек қана бактерияны өлтіріп қана қоймайды, радиацияланған суды да тазалай алады ғой. Сондай мақсатымен олар бізге сол жобаны берген. Қазір олар уже 24-ші жылы сол суды уже океанға жіберейін деп жатыр. Китай оларға сендердің нелерін продукцияны алмаймыз деп оларға санкция қойып жатыр. Олар үшін үлкен проблема болғаннан кейін, олар сол біздің жобамызға ақша бөліп жатыр. Жапонға көмектесіп жатырсыздар. Алдағы уақытта сол Жапонияға көмектескен технология бізге пайдасы бола ма? Бізге пайдасы болады. Біз көктемде, бізде выставка болған кезде Маңғыстаудан біраз ғалымдар келген, олар айтқан, осы проблема біздің Каспийге де жақындау болады екен. Сол Каспийден суды тұздан хотя бы 80%-ке тазаласа фильтрмен, ол суды уже малдарға беруге болады. Малдарға су берсек, уже адам пайдаланатын су уже экономия болады. Сондай біздің технология Қазақстанға да көмек болады сода. Маңғыстау өңірі, Атырау өңірінде соңғы уақытта қатты шөлейттену процесі жүріп жатыр. Малға су жетпейді, егістікке су жетпейді. Дәл осы арада міне Нағима ханымның циолит фильтрі үлкен көмекке келеді. Өйткені біздер Маңғыстаудағы суды, теңіздің суын тек қана ядролық құрылғымен тұщыландырып отырмыз ғой. Ал циолит фильтрімен біздер қарапайым жолмен-ақ үлкен көлемде суды тұщыландыра алады екенбіз. Нағима ханым, уақыт бөліп келгеніңізге мың алғыс. Рахмет сұхбат бергеніңізге. Сізге де рахмет.